Қазақ халқының тәрбие құралдарының бірі тыйым сөздер. Бұл сөздер есі кірген балаларды жаман әдет, жат пиғыл, орынсыз қылық, теріс мінездерден сақтандырып отырған. Тыйым сөздер ел ішінде өте көп. Солардың бірі саусағыңды шошайтуға болмайды деген тыйым. Білім сайысында періштелер адам атадан жеңілген соң Тәңірі Тағала: енді менің орынбасарыма сәжде жасап, оған құрмет көрсетіңдер, деп әмір етті. Білім сайысында адамнан жеңіліп, пұшайман болған періштелер жапа-тармағай сәждеге бас қойды. Адамнан мін іздеп, Тәңірдің шеберлігіне шек келтірген Ібіліс ғана іркіліп қалды. Адамның артықтығын мойындауға тәкаппарлығы жібермеді. Менмендігін жеңе алмаған күйі шалқайып тұра берді. Тәңір Тағала: «Әй, Ібіліс, сен неге менің әмірімді орындамайсың?» деді. Ібіліс: «Ол топырақтан, мен оттан жаралдым. Мен одан артықпын» деді. Жаббар хақ қаһарланып: «Шық менің дәргейімнен. Өзін өзгеден артық қою менің ең жек көретін мінезім» деді де Ібілісті қууды Жебірейілге тапсырды. Сол кезде Жебірейіл Ібіліске сұқ саусағын қадап тұрып: «Мына малғұнның мойнына қарғыс қамытын кигізіңдер», деп періштелерге бұйырды. Жебірейілдің сұқ саусағы Ібілістің жүзіне тігінен қадалғанда оның бұрынғы періште сипатының бәрі ағып түсті. Тас төбесінен екі мүйіз, артынан салаңдаған құйрық шықты. Аяғы тұяққа айналды. Екі құлағы тік шығып, денесін қара жүн басты. Бұрынғы жарқын жүзі сол заматта солды да, бет әлпеті қорқынышты құбыжыққа айналды. Періштелер оны тырп еткізбей ұстады да мойнына қарғыс қамытын қинап кигізді. Сол сәтте Ібіліс қорыққаннан кіші дәретін бұтына жіберді. Осыдан бастап сұқ саусақты адамға қарата шошайтуға болмайды деген тыйым қалды. Куә болып қарап тұрған періштелер шүкіршілік етіп екінші рет сәждеге бас қойды. Намазда 2 рәкат сәжде жасау періштелердің сүндет екен.